Армысыздар, Жезқазған қаласының тұрғындары. Мен Бірмағамбет Тоқтамыс Қаныш Имантау Сәтбаев атындағы нөмір 7 мектеп лицейінің 10 сынып оқушысымын және Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана оқырманы, Жас толқын поэзия клубының мүшесімін. Ерлік жырын жырлаймыз атты марафонның Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалының кітапханашысы Айтбаева Айдана Қайрат қызынан қабыл алып, Мырзамсейіт Данаға жолдаймын. Жасыл мен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Қырларда, мынау ойларда, жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуақ барманға, соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі. Жап-жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көкмеңі. Қызғанып күлін жасырып, қылтанақтарда көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Жап-жасыл шыбық талдағы, орманың жасыл шекпені. Қуанта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі. Соғыстың соңғы көктемі.